Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында гамбургер әзірлейтін боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық ашытқымызды салып, еріген сары майымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, бургеріміздің булочкасына қамыр илейтін боламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Дәл бургер кингтегі гамбургерден кем түспейді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Қамырымыз дайын болды. Енді азғана бетіне сұйық май құйып, кішкене басып, қамырымызды ашуға бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді бөліктерге бөліп, бірдей бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Менде осы рецепт бойынша 8 булочка шықты. Домалақ етіп, дуалай етіп, табамызға салып, бетін матамен жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне әсемдік үшін күнжіт сеуіп, пеште 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Нанды қанша градуста пісіресіздер, сол градуста пісірсеңіздер болады. Енді котлеттін әзірлейтін боламыз. Жарты булка нанның ортасындағы бөлігін аламыз, су құйып жібітіп аламыз. Алдын ала тартылған етімізге салып араластыратын боламыз. Жақсылап езіп етімізге араластырамыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып, 1 жұмыртқа саламыз. Котлетімізді дөңгелек етіп, формаға келтіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Менде осы котлеттен 8 котлет шықты. 8 бөлікке бөліп алдым. Көз мөлшерімен бөліп алдым. Булочкаларымыз да пісіп шықты. Енді бұлардың ортасын кесіп, суығаннан кейін міндетті түрде суытып алғандарыңыз жөн. Менде алдын ала пісіріп қойғам. Суығаннан кейін ортасын кесіп дайындаймыз. Міне жұмсақ әдемі булочкаларымыз дайын болды. Барлығын осылай бөліп аламыз. Булочкамызға майонез кетчупты араластырып, соусын дайындап қоямыз.
котлетімізді пісіретін боламыз. Котлетімізді осылай салафанның көмегімен жайып алсаңыздар болады. Жұқа жақсы пісуі үшін, қалың болып, шикі болып қалмас үшін. Қызып тұрған отта табамызға азғана май құйып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіреміз. Отымыз қатты болмауы керек, орташа отта болу керек. Жақсы пісу үшін бетіне сырымызды қойып, сәл қыздырып алсақ та болады. Осылай тарелкамызға салып дайындап аламыз. Енді булочкамызға соусымызды жағып, салатный листімізді төсеп, котлетімізді, сырымызды саламыз. Бетіне помидорды қойып, бургеріміз дайын болады. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондай таяқшаларды да тығып қойсаңыздар болады, ажырап кетпес үшін. Мен негізі сәндік үшін жасадым. Міне өте дәмді гамбургерлеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.